Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, ауызда еритін бананды пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Ешқандай да қиындығы жоқ, ал дәмі сондай нәзік және өте оңай жасалады. Қараңыздаршы, керемет болып шығады. Беткі жағында бананмен әсемдесеңіздер болады. Мінекей, ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге бір дана жұмыртқа қажет болады. Осы жұмыртқамызды шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, үстіне керекті мөлшерде шекерімізді қосып және араластыратын боламыз. Бұл пирогтың қарапайымдылығы сондай, ешқандай да миксердің қажеті жоқ, барлығын осылай шанышқының көмегімен жасай береміз. Мінекей, шекеріміз бен жұмыртқаны араластырып алғаннан кейін ерітілген сары майымызды қосамыз. Содан кейін құрғақтай ұнымызға разрыхителімізді салып, қасықпен араластырып аламыз да, қоспамыздың үстіне қосып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Төменде барлық мөлшері көрсетілген, бірақ та жұмыртқаның көлеміне байланысты ұнның мөлшері плюс-минус 10-20 граммға өзгеруі мүмкін. Сол себепті қамырды илеу барысында қараңыз, егер қатты жабысқақ болса, сәл ұн қосуыңызға болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік болып қамыры шығады. Енді осы дайын қамырымызды 30 минутқа холодильникке салып қоя тұрамыз. Сол кезді пайдаланып, салмасын дайындап аламыз. Бізге салмасына 4 дана жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап таза ыдысымызға жарып дайындап алайық. Содан кейін араластыра отырып, керекті мөлшердегі шекерімізді қосып, және тағы жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер де осы менің сіздермен бөлісіп жатқан видео ұнаған болса, каналыма кіріп, және тағы басқа рецепттерді қарауыңызға болады. Мінекей, шекерімізді қосудамыз, жақсылап араластырып аламыз. Осы қоспаға міндетті түрде қою дүкеннің қаймағын қосып араластыруымыз қажет. Барлық керекті ингредиенттердің мөлшері төменде көрсетілген, сол бойынша жасасаңыз өте жақсы шығатын болады. Мінекей, керекті қаймағымызды салдық және шанышқының көмегімен асықпай біркелкі консистенцияға келтіріп араластырып аламыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін қамырымызды холодильниктен алып жаюға кірісеміз. Тақтайымызға жабысып қалмас үшін сәл ұн себелеп алғаныңыз дұрыс. Менде осындай арнайы 26 сантиметрлік диаметрі формам бар. Осыған келтіру үшін қамырымды оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып алатын боламын. Мінекей, керекті мөлшерде жайдым деп ойлаймын. Форманы үстіне қойып, жеткілікті ма, жеткілікті емес пе қарап алсаңыздар да болады. Осылайша жайылған қамырды оқтауымызға орап аламыз, формаға орналастыру оңай болу үшін. Осылайша формаға орналастырып аламыз да, содан кейін оқтаудың көмегімен шеткі керек емес артық қамырды алып тастау оңай болады. Барлығын видео барысында көрсететін боламын. Мінекей, еш қорықпаңыздар, кейбір жерлеріне қамыр жетпейтін болса, артық тұрған қамырды алып, сол жерге жапсыруыңызға болады. Ештеңе де етпейді, салмасы ақпайды. Осылайша барлық жерін жақсылап орналастырып болғаннан кейін артық қамырды оқтаудың көмегімен алып тастайтын боламыз. Бар жоғы осылайша форманың үстінен жүргізіп өтсеңіз болғаны. Мінекей, артық қамырымды алып тастаудамын. Енді осы дайын қамырымыздың ішіне ең алдымен кесілген бананымызды орналастыратын боламыз. Осылайша сәл қалыңдау етіп банандарымды дайындап алдым. Егер де бананыңыз үлкен болса, бір дана жарайды, ал егер кішігірім банан болса, 2 банан қажет болады. Молырақ болғаны әрине жақсы, себебі жұмсақ, дәмді, сочный болып шығады. Мінекей, банандарымның барлығын орналастырып болғаннан кейін салмасын үстіне құя салатын боламыз. Достар, міндетті түрде пешіңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыз. Қызып тұрған пешке бар жоғы 30-35 минутқа салып алатын боламыз. Мінекей, осылайша пирогымыз да дайын болды. Пештен алғаннан кейін міндетті түрде бөлме температурасында 1 сағат суытып алыңыз.